Сәлем барлықтарыңызға. Сіздермен Арайдың асханасы жаздың мына ыстық күнінде шөліңізді басатын осындай окрошка тағам дайындайтын боламыз. Алдымен барлығын турап дайындап аламыз. Бұл жерде менде піскен картоп 4 бұрышты турадым. Одан соң укроп және де көк пияз, редиска, піскен жұмыртқа, вареная колбаса немесе етті қолдансаңыздар да болады орнына. Қияр және де осындай 1 литр айран, қолдың айраны вообще күшті кетеді қыздар. Одан соң кез келген газдалған сусын 1 литрін қосамыз. Енді кастролямызға барлығын бірінен соң бірін салып шығамыз. Вареная колбаса, жұмыртқа, қияр, редиска, укроп және де көк пияз. Укроп пен көк пиязды өте ұсақтап турап алдым. Және де піскен картопты да салуды ұмытпаңыздар. Ингредиенттердің барлығын описанияда қалдыратын боламын. Ең соңында айранымызды құйып аламыз. Одан кейін газдалған кез келген сусынды қосамыз. Ал мен бұл жерде сарыағаш суын қостым. Немесе өздеріңіз қалағанша кез келген газдалған сусынды қосып, дәміне қарай тұзын салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің окрошка тағамыз дайын болды. Міндетті түрде холодильникке салқындатып алыңыздар. Салқындатып ішсеңіздер өте дәмді болады.